оқушылар, қазір бізде тәрбие сағаты. Тәрбие сағатымыздың болған тақырыбы мәдени мұра асыл қазына деп аталады. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларды ұлттық тарихи танымдық өрісін кеңейту, мемлекеттік бағдарлама туралы түсінік беру. Яғни мәдени мұра атты біздің мемлекеттік бағдарламамыз бар. Сол жөнінде танысатын боламыз бүгінгі сабақта. Оқушылар сендерге сөз маржаны ойыны берілген. Осы сөз маржаны ойынынан біз қандай сөздерді көріп тұрмыз? Қане, кім айта қояды? Ақбот айта қойшы. Мәдени мұра. Жарайсың, дұрыс айтады. Біздің жаңа тақырыбымыз, бүгінгі тақырыбымыз мәдени мұра деп аталады екен. 2004 жылы 13 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасын туралы қаулыға қол қойды. Ұлттық құндылықтар тұтас бір жүйе болып саналады балалар. Оған халықтың тілі, ділі, мәдениеті, әдебиеті, өнері, сондай-ақ халықтың әлеуметтік және мәдени қауымдастық ретінде пайда болуымен бірге туындаған әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер, жол-жоралғылар, ұғым түсініктер, дағдылар, көзқарастар жатады екен. Соның ішінде бүгін біз қазақ халқының ауыз әдебиетіне тоқталатын боламыз. Жаңағы ертегілерге, мақал-мәтелдерге, жұмбақтарға, жаңылтпаштарға бүгінгі сабағымыз соған арналады. Қазақ халқының ауыз әдебиетіне арналады балалар. Жақсы. Деп бастап, біз өзіміз қалаған сюжет бойынша мына жерде сендерге көрсетіп қойдым. Мынау қай ертегі түсінді балалар? Айта қояқ бұда? Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Келесі мынау қай ертегіден? Айта қой, Ақбаян? Шалқан ертегісіне. Мынау кішкене сыйыспады, төменде қойдым. Қай ертегіден? Айта қой. Бауырсақ ертегісі. Келесі қандай ертегіден? Кім айтады қане? Көрмей отырма? Айта ғой. Шалқан ертегісі. Келесі Әлішер Мақтағыз. Міне осы ертегілерге сүйене отырып, балалар, ертегілердің желісін есімізге түсіре отырып, біз өз ойымыздан ертегі құрастыратын боламыз. Ол үшін мен сендерге қазір мына парақтарды таратып беремін. Осы параққа өз ойларынан ертегі құрастырып жазасыңдар. Сосын біз ол ертегіні жинақтаймыз да, менің ертегім деген жинақ жасаймыз. 4-ші сынып оқушылардың арасында 4-ші сынып оқушылары шығарған ертегісі деп жинақ жасап қоямын. Жақсы ма? Тақырыбы әдемі қыз бен мысық. Ертеде әдемі қыз болыпты. Оның жан досы мысық екен. Олар күн сайын бірге ойнап, әрқашан бірге жүретін еді. Бірақ бір күні олар ойнап жүріп, бір-бірімен ұрысып қалыпты. Содан кейін әдемі қыз мысықтан кешірім сұраса да, мысық оны кешірмеді. Біраз күннен кейін мысық өзі келіп кешірім сұрады. Әдемі қыз оны кешіріп, олар қайтадан дос болыпты. Сәбіз бен астан. Ертегім сыр шертеді. Баяғыда бір арыстан болыпты. Ол кетіп бара жатып бірге сәбіз көреді. Оның көзі қызығы болса бізге жұлып алмақшы болады. Бірақ оның күші жетпейді. Ол содан соң аюды шақырады. Аю мен арыстанның күші жетпейді. Аю түлкіні шақырады, бірақ олардың да күші жетпейді. Түлкі қоянды шақырады, тағы да күші жетпейді.
Қоянды шақырады, қоян тиынды шақырады, бірақ тағы да олардың күші жетпейді. Тиын құмырсқаны шақырады, содан соң сәбізді тартып шығарады. Ақылды кісі азбайды, асыл бойын тозбайды. Ақыл табыстауды, ақыл табыстауды. Көп ойласаң, бала боласың, көп ойласаң, дана боласың. Кішімнен қарап, қан саласың, білімнен қарап шығарасың. Есті кісі еліне кетпес, есті екінші жеріне кетпес. Ақыл көзден мерей. Ғылым теңіз, білім қайық. Тәттіден тәтті тіл, ащыдан ащы тіл. Азадасынан. Шәкіртсіз ұстаз тұл, алтын алма, білім ал. Шапшырақ түбінен түспейді. Ақылды өзінен көресің, ақылсыз ағайынан көресің. Қаруды қылыш деме, шапқанда сүйек қаппаса, ақылды туыс деме, сасқанда ақыл таппаса. Алтын алма, ақыл алма. Кісінің кісілерге керегіміз білімінде. Көп жасаған білмейді, көп көрген біледі. Ақылды жан қымбат, ақылсыз мал. Ура тілді тия алмайтын туған өсие алмайды. Өтірік тілмас, еңбек егіз, ақыл сегіз. Әдетшілік ақылдысын қылады, ақылсызды жынды қылады. Ашу дұспан, ақыл дос. Отқа жалама күйесің, суға жалама батарсың. Білім, ақыл тозбайтындығын білім таусылмайтын кез. Білгеніңді сөйлеме, не сөйлегеніңді біл. Ашу теңіз, ақыл сері. Туған жерден жер болмас, туған елде жер болмас. Білсен де үлкендерге ашу асып жүрген кезде ақыл қашып жүреді. Ақыл болса, жақындағын пақыр болса. Сабыр түбі саралтын. Көрген білмейді, істеген біледі. Біле қалған білу қымбат. Көп ойласаң көп жаса. Ашу садақ, ақыл таяқ. Батыр би намыс өлтіріп, қоянда қамыс өлтіріп. Жеті тіл біл, жеті түрлі білім біл. Асықпа десең, бір қоп қоян аласың. Ақылсаң кең ойла. Құрметті оқушылар, біз бүгінгі сабағымызды міне қорытындылай келе, мен сендерге бір жарым сұрақ қоюды жөн көрдім. Бүгінгі тақырыбымызға сай балалар, ұлттық құндылық дегенді қалай түсіндің? Кім айтып береді? Қамыз айта қойшы. Біздің ұлттық дүниелердің қымбаты. Қымбатты құнды дүниелер дейді. Жақсы. Екінші сұрақ, сендерге мәдени мұраға нелер жатады? Жақсы, аяғын айта қой. Құрметті оқушылар, біз бүгінгі сабағымызды міне қорытындылай келе, мен сендерге бір жарым сұрақ қоюды жөн көрдім. Бүгінгі тақырыбымызға сай балалар, ұлттық құндылық дегенді қалай түсіндің? Кім айтып береді? Қамыз айта қойшы. Біздің ұлттық дүниелердің қымбаты. Қымбатты құнды дүниелер дейді. Жақсы. Екінші сұрақ, сендерге мәдени мұраға нелер жатады? Мәдени мұраға халықтың тілі, ділі, мәдениеті, әдебиеті, өнері жатады. Біздің борышымыз оларды білу, түсіну, болашаққа жеткізу. Жобаның мақсатына тарихи құнды дүниелерімізді сақтап, оларды жаңғырту. 2004
жылы 13 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті мәдениеттік мұра мемлекеттік бағдарламасына туралы қаулығына қол қойылды. Құрметтесін ата-баба мұрасын, авторы Қадыр Мырзали. Құрметтесін ата-баба мұрасын, қазақтардан табылады жыр асыл, сол асылға қосасын да бір асыл, үлкендерден бата тілеп тұрасың. Көңіліне үй баппақ сүтесің, жаба қойды жылдар бойы түтесің. Арманда да адалдық пен әділдік, сараңнан да бір жомарттық күтесің.